Ассалаумағалейкум құрметті диқандар, мына бүгін 8 май 25 жылы біз қазір Өзбекстан Республикасы Андижан қаласындамыз. Біз бұл жерге ерте көктемде Нитромакс тыңайтқышын шаштырғанбыз. Міне қазір шашылғанның эффектісін көрсеңіздер болады. Бұл жерде қазір толық алқап 26 гектар. 26 гектардың 12 гектарында шашылған, қалғанына шашылмаған. Мына қазір арнайы біз анау шашылған жақтан жұлып келдік басын. Бұл 12 гектар шашылған жердің бидайының қазіргі жағдайы. Толық осындай барлығы. Мына шашылмаған жерлері, мынадан қазір салыстырып көрсек те болады. Қайда кішкентай. Бұл жерде майдалар көп. Қазірде диқанның өзі айтып тұр, ырза болып, шашылған жерім қайда алдыда кетіп қалды дейді. Қазір шашылмаған жер, қазір алдыға жүріп шашылған жерді көрсетеміз тағы жағдай қандай болып тұрғанын. Енді оны Құдай қаласа оратын уақыт келген кезде бір келіп, арнайы осы жерде өзіміз боламыз. Басында бөлек-бөлек жинатып, қайсы полядан қанша центнер алынды, сонда салыстырып көрсететін боламыз. Бұл жаңағы салыстырмалы түрде шашылған бидай алқабы. Мұны Нитромакс шашылған жер. Мұны бастары толық бірдей. Жапырағында да айырмашылықтар бар. Жапырақтары да үлкен, көк көмек болып тұр әлі. Ал анау Нитромакс шашылмаған жерлері жапырақтары сарғайған. Бойы қысқа, дәндері де біркелкі емес. Мына Нитромакс шашылған жер. Бойы өскен, жапырағы көк, және бастары бірдей.